Басыңыз қатты солқылдап ауырып тұрса, онда осы әдістерді жасаңыз. Сәлем достар, сіздермен оңай медицина. Жалпы бас ауыру бұл кез келген адамда болады. Оның пайда болуына қан қысымының көтерілуі, немесе түсуі, ауа райының өзгеруі, жұмыс бастылық, шаршау, қан аздық және де басқа да жағдайлар себеп болады. Егер де сіз бас ауруын дәрінің көмегімен емделгіңіз келмесе, онда мен айтатын бірнеше әдістерді қолданып көріңіз. Ең біріншіден, аяғыңызды суға салыңыз. Басыңыз солқылдап ауыра бастаса, дереу аяғыңызды ыстық суға салып көріңіз. Ыдысқа тері күймейтіндей ыстық су құйып, аяғыңызды салыңыз. Бұл емді 15-20 минут қабылдайтын болсаңыз, керемет жеңілденіп қаласыз. Нәтижесінде қан ағысы ретке келіп, қан қысымы төмендейді. Содан кейін имбирный чай, яғни зімбір шайын ішіңіз. Бір кесек зімбірдің тамырын үккіштен өткізіп шәйнекке саласыз да, үстіне қайнаған су құйып, қақпағын жабасыз. 10 минут демдеп, содан кейін уақыт өткеннен кейін емдік шайды аз-аз ұрттамнан ішесіз. Кофенің де бас ауруын қойдыратын қасиеті зімбір шайынан кем емес. Ол 2 сусында бас ауруын емдейді. Бірақ бір кесе сусыннан кейін өзіңізді жақсы сезінбесеңіз, артық ішпей қойғаныңыз дұрыс. Өйткені ол керісінше әсер етуі мүмкін. Сонымен қатар басыңыз жиі ауыратын болса, онда қою тамақты көп жемеуге тырысыңыз. Үшінші әдіс, дымқыл дәке қолданыңыз. Бас көбінесе мойынның бұлшық етіне салмақ түскеннен ауырады. Бұл жайсыздықтың орнын толтыру үшін сүлгіні жылы суға малып маңдайыңызға қоясыз. Ал егер де бас ауыру тамыр жолдарының әсерінен болатын болса, онда сүлгіні салқын суға салып қолданасыз. Сосын төртінші әдіс, жаттығу жасау керек. Бұл әсіресе кеңсе қызметкерлері үшін керемет ем болып табылады. Күні бойы бір орында отырып жұмыс істейтіндердің басы, мойны ауырады. Осы ауырсынумен күресу үшін басыңызды артқа еңкейтіңіз, содан кейін оны кеудеге түсіріңіз. Сосын оңға және солға бұраңыз, бірнеше айналмалы қозғалыстар жасаңыз. Әр нүктеде 10 секунд ұстаңыз. Бұл жаттығу иық, арқаға қанның тоқтап қалуын болдырмайды. Бесіншісі, тыныс алуды өзгертіңіз. Бұл стресстен бас ауырған кезде көмектеседі. Сөйтіп ауаны 5 секундқа жұтыңыз, содан кейін бір уақытта дем шығарыңыз. Бұл әдісті басыңыздың ауырғаны басылғанша қайталаңыз. Бесіншісі, басыңызды уқалаңыз. Ортаңғы саусағыңызбен басыңыздың нүктелерін уқалаңыз. Бірінші нүкте қасыңыздың ортасы, екіншісі мұрынның үсті, ал үшіншісі бастың ең жоғарғы жағы. Ал егер де басыңыз жиі ауыратын болатын болса, онда аптасына кем дегенде 2 рет шашыңызды массаж щеткасымен мұқият тараңыз. Бұл қан айналымын қалпына келтіреді және де ауруды басады. Сосын соңғы әдіс лаванда. Кез келген дәріхана сөресінде лаванда шөбі сатылады, ал егер табылмаса, эфир майы да көмектесе алады. Лаванданың иісі босаңсытады, тыныштандырады, жалпы жағдайыңызды жақсартады. 15 минут иіскеу жеткілікті болып табылады. Негізінде бастың ауруы көбінесе ауа райы өзгерген кезде көрініс береді. Сондықтан жүйке жүйесінің жұмысына жауап беретін B6 дәруменін қабылдаған дұрыс. Немесе құрамы осы дәруменге бай тамақтарды жиі қабылдаңыз. Нақтырақ айтқанда, дастарханыңызда сұлы жармасы, қызанақ, жаңғақ және жасыл көкөністер үзілмеуін қадағалаңыз. Сіздермен бірге болған оңай медицина.